деп. Сен сатып бересің маған. Айтыңдар сендер, заң дейсіңдер. Сендер бізді халықты қорғау керексіңдер ғой, тәртіп сақтау керексің. Ал сендер міне жолда тұрып апсыңдар міне, я. Сендердің мына қылықтарына, например, біз қазақ еліне мен жариялаймын, мүмкін интернетке салам. Салма десеңдер де салам. Мына қылықтарынан сендерді. Бірақ жақты залатарды ғани жақтап деп ойлап тұрам. Солай түсінеміз міне. Мына қылықтарынан солай ғой. Өзіміз айтқан деген отсын болды енді. Қыстау көшін, олар көпірмен өліп атқан жоқ қой. Видеофиксация бар ма? Кеше өтті ғой. Мұқым бұлақтарды бөгіп тастады да, бір уақытта бұлақ жоқ, су жоқ дейді. Ол қайдағы заң сонда, айтыңдаршы бізге. Қайдағы заң сонда? Ешқандай заң жоқ. Өздерінің ойларына келгендерін істейсіңдер сендер. Мен де пендемін. Жолда тұр. Немеге тұрып тұрған жоқ деп тұрмыз ғой. Оның немесін түсіреді. Түсірмей қойыңдар. Түсірет неге түсірмейді апай? Түсіруге болады ол. Біз өзіміз де жіберіп отырамыз. Түсірушілер біз үйреніп алайық. Біздің де құқығымыз бар. Міне. Интернет жұлдызы болады немене. Мен егер сөз сөйлейтін болсам, Итжанов Мейіржан деп менің атым аталып, мен сөз сөйлейтін болсам, қарайсың да Итжанов сөйлеп қойдыңыз сіз. Бауыржан сөйлеңіз дейсіз. Ал ана жерде отырған судья олай емес. Сонда ол ноль вниманиемен отыр. Сен адамның психологиясын қандай ұғатын болсаң, 70-ке келген мен де сендердің біткен көзқарастарынан ұғам адамды. Белшесінен басып отырсыңдар заңды. Иә. Қанша міне арыз жаздым да дейді, көрдіңдер ма? Қитетсе арыз деп шыға келеді. Арыз жаздым ғой мен сіздерге. Ана кім Домалатовтың бір ай емес 2 ай болды. Әлі де бір хат беріп жауап берген жоқсыздар. Ал осыдан кейін сендерге қайдан сенеміз? Қайдан сенеміз? Осы Күршімнің несіне жазған ровдысына, Күршім ровдысына қайда жауап бермеді? Ешкім жауап берген жоқ маған. 2 ай болды. 2 ай болды. Жауап берген жоқсыңдар. Жауап берген жоқсыңдар. Әкеліңдер жауаптарын қайда? Осыдан кейін қайда? Қайда? Қай беттермен келесіңдер ұялмай халық алдында? Еще жазыңдар дейсіңдер. Беттерін бақырайтып қойып тұрасыңдар. Голодовка бастаймыз. Мен оны білмеймін. Мен сен өзім танимын. Иә, аға, мен сізді тыңдап тұрмын. Жаңа көрсетілген рұқсаты бар ғой, соны алып коллективно сотқа беріп, соттың шешімін ала аласыздар. Ол неге оңға дейін строительство бастайды? Неге бастайды? Қазір Газкінің рұқсатын көрсетеді директор. Оны числосын көреміз. рұқсатын алатын, беретін ол біз емес. Ол бір. Мен өзімнің інімнің баласын өлтірткім келмейді мыналардың фабрикасында. Ал егер міне ертең бастап істейміз деді ме? Бізге айтылмады, ескертілмеді деген сөз болмасын деп тұрғандардың бәрі. Әркімнің бәріміз бір ауыздан қолдаймыз. Бастарына Франция жабау үшін шум шығарады. Не үшін тартыламыз? Фабрика шум шығарады. Заңды бұзасыздар. Ал КамАЗды көрдіңіздер, КамАЗ өтті, БелАЗ өтті қаншама. Солардың бәрін заң бұзып өтіп, таптап өткенде сіздер немене заң қолдандыңыздар? Айтыңызшы. Немене заң қолдандыңыз? Осыдан 2 күн бұрын өтті. Осында 2 күн бұрын өткен қаншама. Ане қитесе сендер арыз дейсіңдер, көрдіңдер ме? Ал сендер келіп аласыңдар, мына жерге бізге заң дейсіңдер. Көрдіңдер ме қалай қорықты? Өздерін белшеден басасыңдар. Голодовка жариялаймыз. Міне әкім тұр, міне орынбасары тұр. Әйел адам боп, ана боп, әже боп. Керек десе балалар да бармайды. Өзімізді голодовка жариялаймыз. Қазақ елінен қолдау күтеміз. Қолдау күтеміз. Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Маралды ауылына қазақ елі, Қазақстан елі көмек көрсетіңдер міне. Билік өкілдері қысым көрсетіп жатыр міне. Бір ауыздан бізге қысым көрсетіп, заң дейді, арыз дейді, қит етсе, ал өздері жазған арызымызға да жауап бермейді міне. Халықты сендер қорғасандар, тәртіп сақтап, халық жақ болып тұру керексіңдер. Сендер міне біліп тұрып, шошқан аузында тұрсыңдар. Значит, сендердің бастықтарында, сендерді тура бәрлерін залатар жақ болып, соларды лавируйте, соларды қорғап тұрсыңдар. Скрывать не будем, но действительно имеет место, что чернокопатели занимаются незаконно добычей золота